Берісті нұсқауды айтты. Майза Гран-прийі Қостанай арландары және Дартим командасы арасындағы 5 салмақ дәрежесінің алғашқы жұбы. Яғни бұл әріптесім жағына еске салғандай ұпай санымен өлшенетін болады. Бірінші раундтағы уақытынан бұрынғы жеңіс 6 ұпай, екінші раундта 5 ұпай, үшінші раундта 3 ұпай. Қазір міне аяқ қолының ұзындығын жақсы сезіне бастаған Мирзаев ақырындап өзінің қарсыласына тықсыра шабуылдауға көшті. Жаманқараев қарсыласына қарағанда әуесқой деңгейде біршама жол жүріп өткен тәжірибелі. Аяққа ұмтылыс жасады Мирзаев. Жаманқараев қандай тосқауыл қоя алады? Пытается перевести через бедро, при этом Расим демонстрирует великолепную защиту. Сам выходит за спину и заталкивает соперника к сетке. Мирзаев за спиной. Теперь уже есть сайд-контрол. Пытается пересесть в маунт. Не удается этого сделать Мирзаеву. Оба парня хороши как в партере, так и в стойке. Жаманқараев вообще прошел буквально все виды спорта, начиная от дзюдо, заканчивая боксом, рукопашным боем. И в конце концов, снабдив все это, ну, можно сказать, сдобрив все это джиу-джитсу, перешел и в профессиональный ММА. Мирзаев қазір позициялық басымдығын әрі қарай дамытуға ұмтылыс жасауда. Жаманқараевтың қарсыластың қолын байлап, осындай тырп еткізбеуге талпыныс жасайтындығы түсінікті. Бірінші раундтың бел ортасына енді ғана таядық. Шынтақпен қазір Мирзаев қарсыласын бір мазалап көрді. Бұл позициялық тұрғыдағы белдесуде біраз күш сарқып алатындығы түсінікті. Жаманқараев сондықтан да әліптің артын бағып, қанша дегенмен бір өткір қателікке бой алдырмауға тырысады. Мирзаевтың әзірге нақты бір соққысы өте қоймады. Осы тұста Шынтақпен Жанай бір соқты. Позиция өте оңтайлы. Енді тұрып кетуге талпыныс жасайды ма әлде? Дәл осылай гардты жапқан қалпында Жаманқараев өз. Не удается засунуть колено, и при этом о чем-то он даже успевает сказать как судье, так и Расиму Мирзаеву. То все так же остается сверху. Опять закрывает гард Жаманқараев. Жанды пассивной жерде манере. соққы тиді деген бір ескертуін жасап қалды ма Жаманқараев әзірге түсініксіз. Но пытался вязать, это теперь уже не удается. Чуть было не перешли позицию север-юг, но вновь Мирзаев сохраняет этот баланс, продолжает находить направление. Қазір міне Шынтақпен енді өткір соққылардың бағытталуын қазір дұрыстай бастады. Мирзаев бір соққысы өтті. Дартим деген қиқу салған жанкүйерлердің қолдауы. Қарсыластың бір қолы құшағында қалды, бірақ Жаманқараев бір әдісті ақырына дейін апара алады ма? Әзірге сәтсіздеу талпыныс. Нет, очень вовремя сориентировался и Расим Мирзаев, тоже отдав руку, после этого сократил дистанцию. Пытается тут уже отбросить соперника Жаманқараев, ему не удается никак встать. Жаманқараев партерде Мирзаевқа ұстатпай жатыр. Нақты бір әрекет жасауға, тіке дәл ауыр соққы бағыттауына әзірге мүмкіндік беретін емес. Очень много энергии сжигает пока Жаманқараев. В первую очередь обороняясь. 4 минуты уже позади. Эдуард Базров все так же задумчивый. Хотя в целом он определенно может быть доволен тем, какой раунд провел его подопечный. Бұл раундта позициялық тұрғыдағы басымдық бірінші нөмірмен қимылдап жатқан Мирзаев үшін ешқандай бір асып сасудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Жаманқараевқа қазір жақсарту керек позицияны. Қарсыластың қолын байлап, әрі қарай қолына ауырту тәсілін жасауға бірнеше мәрте жасап көрді. Мирзаев бұның барлығын оқып тұр күні бұрын. Сондықтан қалған 30 секундта меніңше бұл дәл осындай сценариймен аяқталатын сияқты. Шынтақпен соққы жасатпауға Жаманқараев барынша күш салуда. Себебі қолайсыз.
бұл соқ өтіп кеткен жағдайда енді оңай болмайтынды да түсінікті. Постоянно давит на шею, Мирзаев создает некомфортную ситуацию для Жаманкараева. 10 секунд до конца первого раунда. Вы слышите барабаны, сюда пришли в том числе и футбольные фанаты, которые во многом и создают атмосферу. Первый раунд позади, командный гран-при. Star Team против Варланова Мейко Станай. И вполне резонно предположить, что Жаманкараев этот раунд в этом раунде уступил. Расим Мирзаев все же впереди. Почти 4,5 минуты контроля от него мы увидели. Жаманкараев біраз күшін бірінші раундта қалдырды. Енді әрі қарай екінші раундтағы стратегиясына қандай өзгерістер енгізе алады. Мирзаевтың, еске салсақ, бұл Расим Мирзаевтың бүгін Шахзада Мирзаев есімді 19 жастағы туған інісі дәл осы гран-при аясында тағы бір салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Демек бүгін бір жанұялық, жанкүйерлік етіп жатқан қызықты фактыны айта кетуіміз керек. Міне алдарыңызда статистика. Дәл 4 минуттан сәл ғана асатын уақыт. Бір тейкдаун Мирзаевтың пайдасында. Және осы мүмкіндігін ол қалт жібермей қарсыласын бақылауында ұстады. Екінші кезең. Жаманкараев үшін жанкешті әрекетке көшуге батыл ұмтылыс жасайтын сәт. Тамаша. Тейкдаун бар. Енді қарсыласының аяққа тұрып кетпеуіне барынша мүмкіндік бермеу керек. Мирзаев бірден қарымта шабуылға шықты. Жақсы әдіспен Жаманкараевты жайғастырған еді, бірақ бірден қазір Қостанайлық жауынгердің қарсыласының ту сыртына қарай өтіп кетуге ұмтылысын байқады. Енді тік тұрып төбелесуге екі тарап бел шешкен сыңайлы. Мирзаев өзінің қашықтықты жақсы өлшей алатын қабілетімен Жаманкараевтың көз алдына бір шама сұрақ белгісі алып келді. Және бұл тұста қалайша ауыр соққыға тап келген сияқты. Жаманкараев за спиной у соперника уже все накинул. Замок и может сейчас выйти даже на удушение сзади. Однако Жаманкараев жақсы бір мүмкіндікті көріп тұр. Екінші аяғын салып үлгермеді. Екінші аяқты Мирзаев салдыруға мүмкіндік беріп жатқан жоқ әзірге. Екі аяқты салды. Жаманкараев өзі мүмкіндік берді қарсыластың шығып кетуіне. Демек, бұл әдістің арғы жағынан дым шықпайтынын да өзіне байқаса керек. Тамаша қарымта әдіс. Тура жаңағы картина. Айқас шындығында ширай бастады. Пошел размен на короткой. Шынтақпен соққылар алмасуға 2-1-дей жұдырық. Двоечка заходит от Жаманкараева. Стойки он, правда, хорош. Настроен. И понятно, что его заряжают болельщики. Проход в одну ногу. Опять же, фейковый. Мирзаев разрывает этот захват. Идет со своим фронт-киком. Пытается нагнать оппонента. Но постоянно в движении находится Мамбек Жаманкараев. Есть рассечение небольшое. Появилась кровь, но Мирзаев сам ошибается. Остается под соперником. Дәл осы тұста Жаманкараев қандай тапқырлық танытады. Артқа шегіне жүріп, бірнеше мәрте қарымта соққысын дәл жеткізе алды. Және қысқа қашықтықтағы соққы алмасу сәтінде де Мирзаевтың біршама қателіктерге бой алдырып жатқандығы көрдік. Жаманкараев шалып құлатуға тырысты қарсыласын. Енді қаншалықты мынандай бір позициялық текетіресті біз тамашалап отырмыз. Тіземен соққы. Жаманкараевтың жүзінде бір сұрақ белгісі тұр қазір. Қай сценарийді бірінші болып қолға алсам? Ашық төбелес әлде тағы да күреске тартып көрем бе деген. Мирзаев барынша қарсыластың өз құшағынан шығып кетпеуін бақылауда. Очень много энергии потратили оба бойца. И, по-моему, в большей степени это пока сказывается на Жаманкараеве. Атмосфераның өзін жанкүйер өздеріңіз сезіп жатқан боларсыздар. Тікелей эфирде қолдау өте керемет.
айқастың қарқыны бара-бара тіпті біз күтпеген сценариймен де өрбуі мүмкін. Мирзаев шалып құлатқысы келді. Бұл талпынысы жаман болған жоқ. Шынтақпен, тіземен өте жақсы. Не хочет бороться Мамбек Жамакараев. Вообще нейтрализует попытки соперника и сам постоянно разрывает эти клинчи. Захваты, бэкфист. Локтем попадает Расим Мирзаев. Но опять ошибка. И вновь запускает за спину оппонента. Пытается стащить его Жамакараев. Может выйти на прием, но опять только в теории. Ничего подобного мы не наблюдаем. Не набрасывает особо ударов. Хорошо. Елу секундта уақыт бар қазір. Жаманқараевтың осы таңдауы қалай десе де өзіне жемісті болуы қажеттігін жақсы түсінеді. Сондықтан да қарсыласын ту сыртынан қапсыра құшақтап, сол қалыпта тырп еткізбей партерге жайғастыруды көздеп тұрғаны анық. Енді соққы жасайтын осындай ұрымтал тұста неліктен пайдаланбасқа? Мирзаев та шаршады. Тек тұрып төбелесуге келгенде азда болса қауіптірек. Өзінен бірнеше жас кіші жауынгер. Қазір Жаманқараев соңғы секундтағы бақылау өз тарапында. Соққыларының да бара-бара батылдана түскендігін байқаймыз. 10 секундтай уақыт бар. Раунд аяқталды. Ардақ жанкүйерлер, өте жойқын тең дәрежедегі аса бір қиян кескі раундтың куәгері болдық. Жаманқараев раунд барысында тактикасын сан алуан түрге бөледі. Мирзаевтың соққы жасау барысында шынтақпен біраз шабуылдап Жаманқараевты таңғалдырғаны анық. Міне бейне қайталау сәті. Бұл тұста шындығында Мирзаевтың бағы басым болған сияқты. Басым бұққан қалпы Жаманқараевтың ауыр соққыларынан аман қалды. Үшінші раунд. Бұл нағыз гран-при. Алғашқы жұп аса жеңіл салмақ. Біз шындығында бүгін найза тарихындағы ерекше бір сәттің куәгері болудамыз. Бұл ардақты жанкүйерлер, бұл найза 71 ең алғашқы жұп гран-при аясындағы үшінші раунд. Мамбек Жаманқараев және Расим Мирзаев. Вот это да, вот эта атмосфера, друзья. Гран-при, когда все может закончиться, как в третьем раунде, так, собственно, и решением. Жаманқараев фехтует, опять пробивает. Двойной джеб от него. Мирзаев продолжает охоту за соперником, но при этом сам уже не раз натыкался на встречные удары, и это приводило к последствиям. Мирзаев степ-бай-степ, да, идет за ним, шаг за шагом. Есть апперкот, добавляет колено, правда, все в блок, пока Жаманқараев пятится назад, выжидает момент, за счет тайминга пытается найти подход. С коленом Мирзаев поднаелся откровенно, лоу-кик, и, по-моему, успел восстановиться, очень грамотно поработал его угол в этот момент. Жаманқараев перед нами, буквально оказывается колено. По этажам очень разнообразно работает Мирзаев. Есть джеб и опять навстречу. Жаманқараев екінші нөмірмен қарымта шабуылға жиі иек артады. Алға өршелене ұмтылған Дартин өкілін қалайда болса тосқауыл қоюға жақсы. Пытается зайти за спину, перемещается и да. Енді осы өзі құшағында тұрған қарсыласын итеріп шығарып тастады да ашық айқасқа шақырды Жаманқараев. Но это не его стихия, Жаманқараев это четко осознает. Он готов работать так, продолжать работать в стойке. И как грамотно уклоняется, вновь заходит за спину. Зажимает у сетки, можно поработать коленями. Сегіз бұрыштың жақтауынан ұстауға болмайды. Мирзаев жақсы түсіну керек. Енді күреске әрі қарай тартады ма? Бәлкім тейкдаун орындауға талпыныс жасап көреді. Әлде осылай қыспаққа алып, біраз шаршатқаннан кейін қарымта соққыларының бірі шешуші сәт болар деп күтіп жүр ме Жаманқараев?
Мирзаев тіземен қазір қарсыластың бауыр тұсынан бір найзадай қадалған соққысын жасады. Артқа шегініп барып, Жаманқараев көбінесе. О, локоть короткий, правый прямой, колено. Серийно Мирзаев, атакует Мирзаев. тамаша. Застаиваться начинает Жаманқараев. Это... Дәлдік жағынан Жаманқараев шындығында қарсыласына біршама есе жіберуде. Бірақ мынандай аяққа өтуге деген қарсыласының талпынысын тамаша тосқауылдап. Қазір 8 бұрышының ішіндегі атмосфера сұмдық. Вновь снимает захват. Мирзаев исследует за оппонентом. С левым коротким боковым заходит на короткую дистанцию. Жаманқараев. 2 минуттай уақыт бар. Ардақ жанкүйерлер, бұл айқастың сценарий қалай өрбейді. Мирзаев. Пошел коленями и локоть. Опять короткий, мощный тайский. Нағыз қысқа қашықтықтағы қиян кескі төбелес. О! Перков! Жақсы. Міне, қанның дәмін сезген жұртқыштай. Мирзаев алға өршелене ұмтылды. Жаманқараев қосарланған бір джеб соққысын дарытты, бірақ ауыр соққысын әлі жеткізе алмайды. Отлично! Тамаша! Тағы да джеб! попадает опять! Жаманқараев! Көре бастады өзінің басымдығын. Мирзаев натыкается на этот кустанайский грузовик. Тағы да джеб! Опять! Жаманқараев! Бұл басымдықты. Мирзаев. Бұл басымдықты қалайда әрі қарай арттыру керек. Қостанайлық фанаттар бүгін түн ұйқысы 4 бөлінетін болды. Успевает накинуть миру, потом вновь вяжет Жаманқараев соперника. Очень много успел принять за это время. Колено! Но вот в стойке, конечно, Мирзаев тоже готов показать свой уровень. Под разными углами, он очень разнообразен. Его арсенал наполнен разными приемами. Опять плечуется, опять застаивается. Ну что, Мирзаев разрывает и тут же накидывает двоечку, получает джебом в ответ. Остается меньше минуты до конца третьего раунда. Это будет решение, скорее всего. Попытка прохода ленивая в одну ногу от Мирзаева. Конечно, она пресечена на скачке. Вот так тяжело уже Мирзаев идет на соперника. Опять 20 секундтай уақыт қалды. Жаманқараева. Жаманқараев артқа шегіне барып, қарсыластың соққыларынан бас сауғалап жүр. Дегенмен қысқа қашықтықта шындығында Мирзаев бүгін сан алуандығын көрсетті. Соққылар жасау бойынша. Ал Жаманқараев өзінің джеб соққысының жемісін бүгін жеді. Енді мынандай нағыз қиян кескі айқас әрі қарай қандай шешім алып келеді бізге. Міне, жанкүйерді де, бізді де мазалайтын осы сұрақ. Шикарное начало Гран-при, друзья, на турнире Найза 71. 50 миллионов эти парни били сегодня до конца. Это решение, причем, скорее всего, это будет сплит. Это навряд ли единогласное. Но парни, конечно, порадовали. Они бились так, словно сегодня на кону чемпионский титул. Это тот самый случай, когда ты бьешься за команду, за тех, кто вместе с тобой проходит этот сложный путь на пути к вершине ММА. Мирзаев и Жаманқараев оба заслуживают аплодисментов сегодня. Сөзсіз екі жауынгер де қошеметке лайықты. Атай кететін болсақ, мысалы, жаста болса бас болып, жасы 21-ден енді ғана асқан Мирзаев бүгін өзінен 9 жас ересек жауынгердің алдында қошеметке лайықты. Ал енді жасы 30-дан асып, шындығында өз мансабының бел ортасынан әрі қарай кетіп қалған Жаманқараев меніңше бүгін мансабындағы ең бір тамаша айқасын өткізді. Сөзсіз қошеметке лайықты, өз жанкүйерлерін ренжіткен жоқ деген сенімдеміз. 3 раундқа ұласқан жойқын текетірес барысында біз болашағынан зор үміт күттіретін жас жауынгердің талпынысы мен тәжірибесі толысқан батылдығын беліне бекем болып, осындай физикалық тұрғыда күш тұрғысынан бәлкім өзінен бір бас жоғары тұрған жас қарсыласқа шыдас беріп,
тіпті кей раундта басымдықты өзіне қарай тарта алған Жаманқараевтың жойқын ұмтылысын көрдік. Екі тарапта лайықты қошеметке, жеңіске де төрешілер сондықтан да ұзақ кеңесіп, әрине бұл түсінікті бір жақты шешім болмайтыны, яғни төрешілер бірауыздан жеңісті бір тарапқа бере салуы екі талай. Өйткені тең дәрежедегі айқасты көрдік. Ерекше атай кететін сәт бұл Мирзаевтың жалпы 5 қаруы сай жауынгер екендігін бүгін ол бізге паш етті. Біз тәнті болдық. Шынтақпен де, тіземен де, тік тұрып айқасу сәтінде де жалпы бұл жауынгердің болашағы әлі де алда. Жаманқараев күресті күткен еді бұл азаматтан. Көпшілік ММА сарапшылары, мамандар, бірақ Жаманқараев бүгін қаншама күресуге мүмкіндігі болса да ашық тұрып айқасуға белді бекем болған екен, және бұл сценарийді таңдау барысында қателескен жоқ. Құрметті ағандар мен мырзалар, 3 раундтың нәтижесін хабарламас бұрын тағы да қос жауынгерге қолдау көрсетейік, ағайын! Dear ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. 28-29, Mirzaev. 29-28, Jamankaraev. And so, 28-29, winner by split decision, fighter of the red corner,